Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Мұқағали Мақатаев «Ақиық ақын». Сөздікпен жұмыс. Жаңа сөздерді қайталап алайық. Дарынды, ақиық, жолығады, арнаған, толғанып, әннің туы, жырлаған, асыл сезім. Оқылым жазылым тапсырмасы. Екінші тапсырма. Ақиық сөзінің мағынасын түсініп оқы. Аудармасын дәптерге жаз. Ақиық бүркіт тұқымдасына жататын қыран құс. Ақиық Алматы облысының аудандарын мекендейді. Екінші ауыспалы мағынада. Бірінші мағынасы тау шыңындай биік, тұлғалы адам. Екінші мағынасы сезімтал, зерек, үлкен дарын иесі дегенді білдіреді. Дескриптор ақиық сөзінің мағынасын түсініп оқиды. Аудармасын дәптерге жазады. Орфографиялық нормаларға сай жазады. Төртінші тапсырма. Оқылым жазылым тапсырмасы. Мәтінді оқы. Мәтін бойынша 5 сұрақ дайында. Сұрақтарға жауап жаз. Мұқағали лирик ақын. Адам жанының, табиғат жүрегінің жыршысы. Туып өскен жері Алатау мен Қарасазды көп жырлаған. Халық арасында тараған әні көп. Олар есіңе мені алғайсың. Құттықтаймын мама, туған күніңмен. Тоқта балам, Саржайлау, тағы да басқасы. Бірде Нұрғиса Тілендиев Мұқағалимен бірге ақынның ауылы Қарасазға демалуға барады. Екеуі жайлаудың төрінде отырады. Жайлау табиғатының сұлулығына тәнті болған композитор неге мына жасыл жайлау туралы ән шығармасқа? Нағыз сар жайлау, мына жатқан шал көденің төсі емес пе дейді. Сол жерде Мұқағали сар жайлауға арнап өлең жазады. Алматы ақшамы газетінен. Дескрипторға назар аударайық. Сұрақтар құрастырады, сұрақтарға жауап жазады. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.